Сіздің өміріңіз қаншалықты қызықсыз болса да, біреудің өміріне араласпаңыз. Жан әркімнің көзінше оңаша беретін кіреберіс есік емес. Жан элиталық пәтер. Онда тек таңдаулылар тұру керек. Уақыт емдемейді, тек ойды өзгертеді. Қоқысты шелектен, басыңыздан, өмірден шығаруды ұмытпа. Сәтсіздікке қуануды әдетке айналдырыңыз. Бұл әр нәрсеге ренжуден және жылаудан әлде қайда қызық. Қабылдау бағыну дегенді білдірмейді. Түсіну бәріне келісу дегенді білдірмейді. Кешіру ұмыту дегенді білдірмейді. Мықты мінез әдетте сізге лақтырылған тастардан жасалады. Ерте ме, кеш пе, сіз қатты ренжіткен адамның орнында боласыз. Иықтағы жүк, жүк емес, ең ауыр жүк, ол жүректе. Ақылды адамның кейде ақымақ болуының еш айыбы жоқ. Ең сорақысы ақымақ адамның үнемі ақыл айта беретінінде. Адамды сыйлау немесе сыйламау ол сіздің таңдауыңыз. Сыйластықпен қарауыңыз ол сіздің тәрбиелігіңіз. Мінездің 3 алтын қасиеті бар: шыдамдылық, өлшемді сезіну және үндемеу. Кейде өмірде осы 3 қасиет көбірек көмектеседі. Ақыл, дарын мен сұлулыққа қарағанда. Қалау болса, 1000 жолы болады. Қалау жоқ болса, 1000 себеп болады. Жадыңызды қоқыспен толтырмаңыз, әйтпесе ол жерде керемет сәттерге орын қалмауы мүмкін. Егер сізді есектепсе, сізде олай жасамаңыз. Ашу тас сияқты. Оларды өзіңізде сақтамаңыз. Әйтпесе сіз олардың салмағына түсесіз. Ең ауыр жүк бұл басымызда көтеріп жүрген ойлар. Өткенді есте сақтау керек, бірақ онымен өмір сүру мүмкін емес. Барлығы уақыт келеді деп ойлайды, бірақ уақыт өтіп жатыр. Біздің ең үлкен қате түсінігіміз бізде әлі де көп уақыт бар деп ойлауымызда. Алғашында күннің қалай тез өтіп жатқанына таң қаласың. Сосын оның бір күн емес, өмір болғанын түсінесің. Кішкентай нәрселерден ләззат алыңыз. Өйткені бір күні артыңызға қарап, бұл ең маңызды нәрсе екенін түсінуіңіз мүмкін. Арманға жету үшін әрекет жасалса, мақсатқа айналады. Егер сіз өмір сүрген күн сіздің досыңыз болмаса, онда ол сіздің ұстазыңыз болады. Өмір кітабыңды арыз шағымдар кітабына айналдырма, шүкіршілік ет. Сабырлылықты сағаттан үйрен. Қанша кешіксе де, ешқайда асықпайды. Тірі қалғандар әлемді өмір сүреді. Өмірді басқаша сезінеді. Сіздің қолыңыздағы нәрсе, сіздің басыңыздағы нәрсеге байланысты. Ойың қайда болса, сен сондасың. Әрқашан жақсы жерде болуға тырыс. Бақыт келмейді, байқау қабілеті келеді. Шығармашылығың
Тым болмаса бір адамға керек болса, оны тастама. Бұл адам өзің болсаң ба? Өмір ақ пен қара жолақтардан тұратын зебра емес, ол шахмат тақтасы. Барлығы сіздің қозғалысыңызға байланысты. Баяу өсуден қорықпаңыз, сол қалпында қалудан қорқыңыз. Өмір бұл ешкім қатесіз шешпеген тапсырма. Сондықтан не болғаны туралы ойлама. Не болатынын болжама, қолда барыңды бағала. Қалғаны Құдай қалағанындай болады. Ал оның жоспарлары әрқашан сенігінен жақсырақ болады. Сіздермен болған Даналық каналға тіркеліп, лайк, комментарий қалдырайық. Назарларыңызға рахмет.